Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып шығатын нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Ал ендеше, достар, нанды пісіру жолына кірісетін боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға жылы су және де жылы сүтті құйып аламыз. Кейін үстіне бір емес 2-3 ас қасық қантымызды және де 1 ас қасық тұзды салып венчикпен араластыратын боламыз. Кейін үстіне 1 шай қасық ашытқымызды салып, шамамен 15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Және де үстіне 2-3 ас қасық сұйық майымызды құйып, кейін үстіне ұнымызды себе отырып, алдымен осылай венчикпен немесе шаңышқымен араластыратын боламыз. Кейін біздің қамырымыз кішкене қоюлана бастағаннан кейін ұнымызды тағы да көбейтіп себе отыра қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл рецепт менде жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар нәрселерден жасалады. Бұл нанның ерекшелігі тек қана өзінің әдемілігінде. Осылайша қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Табағымыздың жан-жағын және қолымыздағы қалып қойған қамырлардың барлығын осылай алатын боламыз. Кейін үстіне сұйық майымызды жағып, жан-жағына, астына сұйық майымызды жағамыз да бетін салафанмен және де орамалмен жауып, шамамен 1-1,5 сағатқа қамырымызды жылы жерге көтерілгенше қоятын боламыз. Рецепті төменге описанияға жазып кететін боламын. Толық қажеттілігін сол жерден көре аласыздар. Қараңыздар, қыздар, менің қамырым біркелкі теп-тегіс әрі үлпілдек болып көтерілді. 1,5 сағатта көтерілді. Енді қамырымызды осылайша 2-ге бөлетін боламыз. Жалпы менің өзіме бешбармақтың мантының қамырына қарағанда осындай жұмсақ қамырмен жұмыс жасаған, яғни пісірген өте қатты ұнайды. Сондықтан да менің кез келген ашытқымен істеген тәттілерім жақсы шығады деп өзіме сенімді етіп айта аламын. Осылайша барлық қамырларымызды дөңгелектеп бір жерге, бір қапталға қоямыз және де бетін салафанмен жауып қоятын боламыз. Беті кеуіп қалмауы керек. Шамамен 5-10 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Ал қыздар, енді келесі кезекте мен ыдысымды астын ерген сармаймен жағып алдым. Кейін осы күлше нандарымызды ертілген сармайымыздың бетіне, нанымыздың бетіне жағамыз және астыңғы жағына да осылай жағып жібереміз. Және де табамызға орналастырамыз. Бір-бірінің үстіне толық емес, бір қапталына осылайша барлығын дөңгелек қатар-қатармен орналастыратын боламыз. Егер қаласаңыз оқтаумен күлше нандарымызды жазсаңыздар да болады, жайып, немесе қолмен мен сияқты істесеңіздер де болады. Оның ешқандай да бір қажеттілігі жоқ, маңызды емес. Сондықтан да тез болам десеңіздер, қолмен істесеңіздер де болады. Барлығын тура осылай қамырыңыз, наныңыз жеткенше үстіп табамызды толтырып шығатын боламыз. Видеода барлығы толық көрсетілген, әрі түсінікті деп ойлаймын. Қалған сармайымыздың барлығын осылай бетіне жағып шығамыз. Кейін бұл қамырымызды да көтерілгенше шамамен 15-20 минутқа жылы жерге бетін жауып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз кішкене көтеріліп демалуы керек. Міне менің наным көтерілді. Сармайым кішкене бетінде қатты. Енді келесі кезекте жұмыртқаның сарысын нанның бетіне біркелкі, бір тегіс етіп жағып шығамыз. Және де кейін өзіңіздің қалауыңызша кунжут немесе макпен әсемдесеңіз болады. Менде 2 түрлі кунжут, ақ және қара. Арасына біреуін тастап, осылай қара және ақ түрінен осылай әсемдеп шықтым. Бұл өте бір өзіне керемет вид дейміз ғой, сондай беріп тұрады өзіне. Енді осы нанымызды қызып тұрған 180 градус пеште үсті астын бірдей қыздырып, шамамен 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз.
Ал достар, қараңыздар, менің наным пісті. Енді жұмсақтығына сөз жоқ, иісі деген үйдің ішін алып кетті. Өте керемет, өзіме қатты ұнады, отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де кеңес беремін. Тура осылай менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Жұмсақтығын қараңсаңыздар да болады. Қазір сіздерге арасынан біреуін үзіп көрсетейін. Және де сондай-ақ қыздар, бұл қамырымыздың үсті асты бірдей толық пісетін болады. Мерекелік дастарханға да ұсынсаңыздар да, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Енді қазір сізге біреуін үзіп көрсетейін. Жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шыққан. Не оңай үзіледі. Ал достар, сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Сондай-ақ достар, менің YouTube арнамда көптеген пайдалы рецепттерді көре аласыздар. Онымен қатар плейлист жағына өтсеңіздер, мен барлық видео рецепттерімді топ-топтарға бөліп қойған болатынмын. Өз керегіңізді сол жерден көре аласыздар. Міндетті түрде менің арнама тіркелуді ұмытпа.